Маған Қаныш Сәтбаев туралы Қаныш және ғылыми майдан кітабы өте ұнады. Бұл шығармада ғылымның ел үшін жасаған еңбегі мен ғылымға деген сүйіспеншілігі айтылады. Маған Қаныш және ғылыми майдан кітабында ұнаған бөлім қуымдалған Қаныш. Қаныштың өлер сәтінде қасында болдық. Оның қызы Мейіз бізден бір қымбат дәріс сұраған. Сол күні ақ Европадан алдырдық. Сосын орынбасары Петр Андропов екеуміз дәріні алып палатасына кірдік. Бізді көрген соң Қаныш көңілденіп, сырқатын бір мезетте ұмытқандай болды. Біраз әңгімелестік. Қоштасарда айтқан сөзі әлі есімде. Маңғыстаудың байлығы бірнеше ұрпаққа жетеді. Бірақ жер байлығын жоқсыз пайдаланып, ақымақ патшаның баласындай сұраусыз шашып төге берсең, мұхиттың да суы таусылады. Сол үшін Маңғыстау мұнайын әр тамшысын есептеп ақылмен пайдалану керек. Бұл жерде менің түсінгенім, Қаныш атамыз ауыр халде жатса да өзіміздің қазақ елімізді ойлаған. Сондықтан мен осы кітапты оқуға кеңес беремін.